Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ұлтымыздың бұрыннан келе жатқан өте дәмді әрі пайдалы ұлттық тағамы наурыз көжені дайындайтын боламын. Алдымен бидайды суық сумен тазалап жуып аламыз. Жуылған бидайды қазанға салып, суық су құйып, орташа отта қайнататын боламыз. Асты жабылып қалмау үшін араластырып тұрамыз. Бидайды бір қайнатып алып, суытып қоямыз. Манағы суытып қойған бидайымызды үлкен кастрюльға салып, үстіне су құйып қайнатып, жуылған еттерді саламыз. Орташа отта 1,5-2 сағат қайнатамын. Наурыз көженің дәмін келтіру үшін 200 грамм мейіз, қатық, 1 ас қасық қант және тұз қосамыз дәміне қарай. Міне, біздің наурыз көжеміз дайын. Етіміз жұмсақ болып пісті. Мен етті қонақтарға осылай ұсынамын. Менде бұл наурыз көже 10-15 адамға арнап дайындалған. Рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Kanalıma тіркелуді ұмытпаңыздар.